Люканның оны емдегені жөн болар ма екен? Ол Құдай, не қаласа соны жасайды. Бірақ мен ол секілді кешірімді болмас едім. Мен тек оның санасын түзей алдым. Хавиктің қара сиқырына ұқсайтын залалмен бұрын соңды күресіп көрмеппін. Мұны тазарту қиын болады. Бихан, мені естіп тұрсың ба? Иә, естіп тұрмын. Арамыздағы қақтығыс әлі де аяқталған жоқ. Бірақ бұл мәселені кейінге қалдырайық. Себебі, егер Хавикті тоқтатпасақ, бәрімізде бір жолы құримыз. Айтып тұрған сөзіңе қосыламын, Люкан. Камидогу біздің қолымызда. Осымен уақыт ұтамыз. Тек Камидогуды қайтарып алуына жол бермеуіміз керек. Мен білсем, ендігі бізге келе жатқанда болар. Егер жәдігерлер ғибадатханасына жеткізсек, ол мұны ешқашан қайтара алмайды. Қане, басқалар сендерді сыртта күтіп тұр. Сендерді сол жаққа жеткізіп салады. Сонымен, Бихан, тұтқында жүріп кеңістіктер жайлы не байқадың? Ол менің білетінімнің бәрін біледі. Хавик менің ой санамды бұзып, Құдаш кітапта оқығанда еркін биледі. Мен білетіннің бәрі ендігі оған да аян. Демек, біздің қорғаныс күштеріміз оған белгілі. Және иншат қалындағы өткел. Егер Камидогуды қайта қолына алатын болса, біздің кеңістігімізді лезде бір сәтте басып алып, өзі қалаған қырғынды барша әлемдерге бір сәтте жайып салады. Сол сәтте мұна мен әлсіздік танытпағанымда, сенің кемшіліктерің өте көп. Бірақ бұл олардың бірі емес. Титанға қарсы тұру бәрінің бірдей қолынан келе бермейді. Сектор, Люкан жаныңда ма? Иә, жайшылық па? Сыртқа шығыңыз. Хавик. Менің цитаделіме шабуыл жасап, Камидогуымды ұрлап кеттің бе? Адамдарың хаосқа жақсы төтеп берді. Саған ұнағанына қуаныштымын. Ұнады дейді? Сен менің бар арманымды бұзып жібермек болдың. Сондағы бар арманың хаос болғаны ма? Сен жауыз емес, нағыз есуастың өзісің. Егер Камидогу дайын болса, мен де дайынмын. Бұл кеңістікті жаулауыма ештеңе кедергі бола алмайды. Покажи! Ты меня расколмайся! Қалай болса да, мыналардан құтылыңдар. Не құрлым көп, соғырлым жақсырақ.
ағызып, мәңгі қырғынды орнатамыз. Қандарың осындай үлкен іс үшін төгілетініне қуаныңдар. Бүгін сендер менің емес, мен сендердің қандарыңды ағызам. Егер бүгін жеңілсек, мына сенің көңілшектігіңнің кесірі. Әрине, себебі сен мінсізсің ғой. Мен айтпайынша жекпе-жекке араласушы болма. Бұл шайқаста бізге жеңілуге болмайды. Fight! Мәне, таза жеңіс деген осы, бауырым. Осы ісің үшін өне бойыңды мұзбен толтырамын. Араласушы болма, мұны мен өлдірем. Мен ойлағаннан да мықты екен, бірақ мен үшін емес. Қайсысы маңыздырақ, жеңіс бе, әлде сенің көкірегің бе? Екеуі бір-бірімен ерегесіп тұра берсін бе? Жоқ, одан да бір жола олардың ауыздарын жабайық. Fight! Сендерге бұдан әрі өмір сүрудің еш мәні жоқ. Бихан, тоқта! Енді разымысың, сабыр еткеніңде олардан бір ілік табар едік. Олардың бірдеңе білетініне күмәнім бар. Жай құлдардан не сұрайын деп едің? Бәлкім, бірақ мұны енді біле алмаймыз. Егер парасаттырақ шешім қабылдағаныңда, бәлкім бұлай болмас беді. Қандай жағдай болмасын, мақсат өзгермейді. Қалайда Хавиктен құтылу керек. Әрине, менің жауынгерлерім қосылған соң, бәріміз ин шатқалына аттанамыз. Қазір ақыр заман басталады. Герас. Рекига! Екега! Екега! Сені
Бұл уақыт кеңістігі менікі. Лорд Хавик, қараңыз. Тамаша. Люкан мен оның күштері ішімізді пыстыра қоймас. Солай емес пе? Қонақтар болса, көңілдірек болады. Қанды шайқас оралды. Жер патшалығын қорғау, нағыз мақсатың осы емес пе? Өз қалаған болашағымды өзім таңдауыма болмай ма? Мәселе сенің не қалайтындығыңда емес, оған қалай жететіндігіңде. Бұлармен ойнауды доғарайық. Бізді жұмыстарымыз күтіп тұр. Сабыр етіңіз, әке. Ажалмен қауыштыру, қызықты өту керек деп үйреткен өзіңізсіз. Мені қызықтырды, ал сені ше? Маған қалдыр. Сөзім жоқ. Біле білсең, Титан мен ешкім әзілдеспейді. Жоқ, оларды өлтіреді. Осында тұр, бұларды өзім тындырам. Жоқ, Люкан, бұлар менікі. Сенің көлеңкеңге қалып шайқасатын мен емеспін. Ал енді соғысқа нүкте қою ғана қалды. Түстің бе қолыма? Берелі, Хавик. Әйтпесе бос кеңістіктен бірақ шығарамын. Өз мақсаттарымнан бас тартып, сенің тәртібіңе бағын деймісің? Есіңнен адасыпсың. Бұл уақыт кеңістігін хаоспен жаулай алмайсың. Бұл жақтың тұрғындары олай өмір сүруге міндеттемес. Міндеттемес? Ешқандай жасырын заңдар жоқ. Ешқандай құдіретті тәртіп те жоқ. Нағыз құдірет күш менде, және бар тағдырларды өзім шешіп, жолыма тұрғанның бәрін қырып, тірі жанның бәрін жаһаннамға жіберем.
Тамаша, енді алгебра заңдарына қарсы тұрамыз ба? Алгебраны жек көремін. Бұлай жалғаса берсе жеңіліп тынамыз. Әрине. Әрбір уақыт кеңістігін жаулау осылай аяқталады. Соғыс. Ешқашан мен жеңілмейтін соғыс. Титандар соғысы. Жоқ, тек бүгін емес, Хавик. Сен қазір маған қарсы шайқасасың. Жоқ, Бихан. Мұндай өзімшілдікпен Хавик өне бойымды өз санасымен толтырған. Мен де оның ойын оқыдым. Қалай күресерін де жақсы білемін. Ақымақ. Сен ештеңені де түсінген жоқсың. Хаосты түсіну де болжау да мүмкін емес. Естейсің бе? Сен қазір өткеретін азапты тоқтату мүмкін емес. Кім ақымақ, Хавик? Бихан, болды, араласпа. Мынау тірі тұрғанда, біздің басымызға тыныштық жоқ. Біз оның өз кеңістігімен қалай байланысқанын білмейміз. Мұны өлтірсек, кеңістіктерінде жоямыз. Миллиардтаған бейкүнә жандардың өлуіне жол бере алмаймын. Бұл біздің мәселе емес. Біз үшін ең бастысы. Доғар бедім. Осыған дейін жасаған өр көкіректігің аз беді. Люкан, мен саған... Бихан, жоқ. Тек қазір емес. Рахмет, Герас. Және саған да қолдағаның үшін. Сен үшін емес, Бихан үшін қарсы болдым. Бұл сен оған келер пайда жоқ. Солай ақ болсын. Саған уақыт кеңістігім заман алып қалу үшін жасаған үлкен көмегің үшін Мирина патшайымның кешірімін алып берем. Бар, Лин Куэйге оралсаң болады. Ал, Бихан. Ол есін жиып, қалыпқа келгенше менімен бірге қалады. Хал жағдайын маған баяндай аласыз ба? Тек қажет болса ғана. Айтқандай, Сектор. Егер Лин Куэй тағда ақымақтық жасаса, жаза қатал болмақ. Бихан болмаса, ол шебер өзіңсің. Демек, бар жауапкершілік те сенің мойныңда. Расымен де Хавиктің сиқырын қайтара аласыз ба? Е, рас. Десе де мұның қыр-сырын ашуға бірнеше жылдар керек. Сонымен тұрмай Биханды жәдігерлер ғибадатханасына жеткізіңдер. Солай бәрің үшін де қауіпсіз болмақ.
тағы да талқылайтын сайракстың мәселесі бар. Ол сенің шешіміңді күтіп отыр. Бұған Харумидің не дейтіндігін білемін. Ал менің әлі басым қатып жүр. Жұбайыңның сөзіне құлақ ас, Куайлиан. Оның даналығына сенім білдір. Келген екенсің ғой. Рахмет. Келіп шешім қабылдауға уәде еттім. Уәдемде тұрдым. Бәлкім оны кінәлағың келетін шығар, бірақ алдымен мені тыңда. Бар болғаны? Сен Хавикке қарсы жақсы тойтарыс бердің. Менің өмірімді де құтқардың. Бірақ... Иә, болас. Жақсы білемін. Тек бұл ғана емес. О бастан Биханның жалған сөзіне сенгенің үшін сені жазғырмауым керек еді. Себебі мен де оған сенгенмін. Бихан, тек Бихан ғана менің қаһарымды сезінуі керек. Ал сен менің ұйымыма қосылуға бірден бір лайықты жансың. Рас па? Мен не десем екен? Көп рахмет, Куайлиан. Көп рахмет, ұлы шебер.